Пәсе. Сәлеметсіздер ме, құрметті 40-шы мектебінің ата-аналары, ұстаздары, оқушылары. Сіздермен бүгін мен 40-шы мектеп лицейінің психологы Дина Амантайқызы инклюзивті білім беру туралы айтып өтетін боламын. Инклюзивті білім беру қазіргі таңда барлық әлем жұртшылығының назарын аударып отырған мәселе болып отыр. Яғни, инклюзивті білім беру дегеніміз, олар балалардың жынысына, жас ерекшелігіне, географиялық тұратын жеріне, қимыл қозғалыстық және ақыл есінің жағдайының, әлеуметтік экономикалық жағдайына қарамастан сапалы білім алу және өздерінің потенциалды дамыту мүмкіндігіне ие болу болып табылады. Елбасымыз айтып өткендей, инклюзивті білім беру ол 2011-2020 жылдар аралығында осы Қазақстан мектептеріне жалпылама енгізу туралы айтып өткен болатын. Яғни, инклюзивті оқытудың негізгі принциптері ол әрбір адам сезуге және ойлауға қабілетті, әрбір адам қарым-қатынасқа құқылы, барлық адам бір-біріне қажет. Білім шынайы қарым-қатынас шеңберінде жүзеге асады. Осы елбасымыздың тікелей бұйыруымен біздің мектебімізде де осындай ерекше білім беруді қажет ететін оқушыларға арналған кабинет ашылған болатын. Ол кабинет 2016 жылғы қазан айынан бастап болашақ корпоративтік қорының қолдауымен ашылған болатын. Бүгінгі таңда бұл кабинетте дефектолог, логопед және психолог мамандары қызу жұмыс жүргізуде. Біздің мектебімізде дефектолог маманы Гүлбағира Қанатбекқызы жұмыс істейді дефектолог болып. Яғни дефектологтың міндеті ол оқушылардың танымдық процестерін қалыптастыру болып табылады. Дефектологпен жұмыс аптасына 2 рет әрбір оқушылармен дефектолог жеке және топтық жұмыстар жүргізеді. Аптасына 2 реттен болады. Яғни бір балаға мысалы 20-25 минуттан жеке сабақтар жүргізіледі. Себебі өзі айтып отырғанда ерекше білім беруді қажет ететін балалар 20-25 минуттан артық бір жерде отыру оларға қиындық туғызады, зейіндері шашыраңқы болып кетеді. Келесі логопед маманы бар. Логопед маманы бізде 2010 осы кабинет ашылған күннен бастап жұмыс атқарып келе жатыр. 2016 жылдан Гаухар Халыққызы балалармен жеке және топтық жұмыстар жүргізеді. Осы логопед маманы және де біздің кабинетке келетін оқушылардың барлығында ПМПК-дан анықтамамен келеді. Ал логопедқа анықтамасыз біздің мектептен мысалы 25 оқушыға дейін келуге болады. 25 оқушыға дейін келуге болады. Ол кісі аптасына 2 рет қабылдайды. Ол кісінің де сабақ уақыты 25-30 минутқа өтеді. Логопед жеке сабақтары, яғни олар арнайы зондпен логомассаж жасайды сабақтарында. Сіздердің сұрақтарыңыз: логопедке қазір қабылдай ма? Күзде 1-ші сыныпқа баратын оқушы еді дейді. Логопедқа келуге болады. Бастауыш сынып оқушылар өте көп келеді. Ол кісінің мектепке келіп, ол кісімен бірінші алдымен өздеріңіз жолығасыздар, сосын ол кісінің бос уақытымен расписание құрып сабаққа келіп отырасыздар. Және де осы кабинетте психолог маман, яғни мен Дина Амантайқызы жұмыс жасаймын.
менің жұмыс бағытым, яғни оқушылардың психологиялық жай-күйін бақылау, көпшілік ортада оқушылардың өзін ұстау жолдарын қалыптастыру болып табылады. Менде де сабақта топтық сабақтар өтеді, жеке де сабақтар өтеді, жеке консультациялар өтеді, оқушылармен бірге, сыныптармен бірге тренингтер өткізіледі. Осы 2016 жылдан бері біздің мектебімізде бір инклюзивті сынып болған болатын. Яғни бастауыш сыныпқа дейін болды да, қазіргі таңда ол оқушымыз 4-ші сыныпта аяқтап басқа мектепке ауысып кетті. Сонымен қатар теңестіру сыныптары бар біздің мектепте. 9-ші сыныбымыз былтыр аяқтап, қазіргі таңда олардың барлығы колледждарда, гранттарда оқып жатыр. Қазіргі таңда 7-ші сыныпта бір теңестіру сыныбымыз бар. Болашақта 6-ші сыныптардан да сондай теңестіру сыныптарын ашуға біз жұмыс жасап жатырмыз қазіргі күні. Тағы да біздің теңестіру сыныбында оқитын балалармен әртүрлі сайыстарға, қалалық деңгейдегі жарыстарға қатысып тұрамыз. Солардың бірін айта кететін болсам, олар мастер золотой ручки деген сайыс болады. Ол жерде әртүрлі бағыттарда балалар бір-бірімен жарысады. Яғни әр мектептен келіп, қалалық деңгейде ол мысалы қағаз өнерімен, тамақ дайындау деген сияқты, пластилиннен әртүрлі бұйымдарды жасау, сосын кейін мысалы лепка дейміз, тестадан әртүрлі заттарды жасау, сондай бағыттармен бізде жарыстар болып тұрады. Тағы да бір біз қатысқан жарыстың бірі, ол Астана рухы мықты адамдар қаласы деген сайыс. Ол да республикалық деңгейде болып өткен болатын. Бұнда әртүрлі ерекше білім беруді қажет ететін оқушылардың жарысы. Біз бұл рухы мықты адамдар қаласында оригами жасаудан және де қағаз өнерінен барып, жүлделі орындар алып қайтқан болатынбыз. Тағы да бізге болашақта қазіргі 7-ші сыныптағы теңестіру сыныбының оқушылары, мысалы, біздің мектебіміздің тарапынан бір уақыт ыстық тамақпен қамтамасыз етілген, және де жаңа жыл мерекесінде мерекелік сыйлық алып отырады жыл сайын. Болашақта біздің кабинетке алынатын бізге қажет өзімізге оқу құралдары бар. Мысалы, айта кететін болсақ, пособиялар әртүрлі, яғни логопедиялық, дефектологиялық, психологиялық пособиялар алуды қарастырып отырмыз. Және де таратпа суреттер, балаларға арналған карточкалар дейміз. Келесі глобальный чтение деген құрал, көрнекі құрал, ол бізде аутизм балалармен жұмыс істеуде қажет ететін құралдардың бірі болып табылады. Және де логопедиялық Иншакованың альбомы, тексеру альбомы. Сосын кейін аутизм балалармен жұмыс жүргізетін тағы да пексылар, неше түрлі танымдық процестерді дамытуға арналған пазлдар бізге керек. Болашақта алуға жоспарлап отырмыз. Жалпы менің бүгінгі сіздермен айтып өтетін тақырыбым осы. Сіздер логопедке қалай қабылдауға жазылуға болады деген сұрақтар қойыпсыздар. Логопедке мектепке келесіздер, сынып жетекші арқылы жазыласыздар, немесе өздеріңіз бірден біздің кабинет 2-ші этажда 204-ші кабинет, сол кабинетке өтіп логопедтің жеке қабылдауына жазылуға болады. Сол тағы да сұрақтарыңыз болса, маған деген қойыңыздар.
логопедке келу үшін мен жаңа айтып кеттім жоғарыда, иә, бізге ешқандай ПМПК-дан ешқандай анықтама керек емес. Ол кісі жеңіл түрлерін өзі қабылдай береді. Жақсы, рахмет сұрақтарыңызға. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Жақсы, сіздермен жолыққаныма өте қуаныштымын. Осымен эфирімізді аяқтайық. Сау болыңыздар.